Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай әдемі жұп-жұмсақ капкейкидің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, аппақ болғанша миксерлейміз. Сосын оған бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары майымызды салып, тағы да миксерлейміз. Алдын ала електен өткізілген ұнға қопсытқыш, крахмал қосып, араластырып, міндетті түрде ұн електен өткен болуы керек. Араластырып, массамызға аз-аздан сала отырып, миксерлейміз. Барлығын бірден салып жібермейміз. Осылай 2-3 рет бөліп саламыз. Ең соңында сүтімізді құйып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Міне осылай бір келкі массаға келеді біздің массамыз. Маған ыңғайлы болу үшін массаны осылай мешокқа құйып алдым. Капкейкеге арналған ыдыс, яғни бұл ыдыста бір реттік. Барлығына осылай теңдей етіп бөліп шығамыз. Төменге барлық заттардың құрамын қалдырып кетемін. Сол құраммен 16 дана шығады. 200 градуста қызып тұрған пеште пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аламыз. Міне барлығы пісті, әбден суыды. Біздің капкейкелер қатты көтерілмейді. Төбесі себебі үстіне крем жасайтын боламыз. Крем творожный сыр, сахарный пудра және сливки. Кремдеріміздің барлығын жағып шығып, қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Өте дәмді. Дастарханға қоюға да өте ыңғайлы, әдемі, қалауыңызша сәндеп жасайтын боласыз. Бұл классикалық түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.